Сәлем достар, мен бүгін сіздерге базарда сатылатын булочкалар сияқты мақтадай жұмсақ булочканың рецептін ұсынамын. Егер менің видеом сізге ұнаған болса, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Ең алдымен жұмыртқаның үстіне қантты салып, венчикпен араластырамыз. Осылай аппақ болып көпіргеннен кейін ыстық сүтті құйып, венчикпен араластырамыз. Сүт тым ыстық емес, қолымызды батырып көрген кезде қолымыз күймейтіндей ыстық сүт болуы қажет. Сүтті жақсылап араластырып алғаннан кейін дрожжды, тұзды, ванилинді салып араластырамыз. Одан кейін ұнның бәрін салып, қолға жабысатындай жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр осы видеода көрсетілгенде қолымызға жабысатындай жүп-жұмсақ қамыр болуы қажет. Осындай жұмсақ қамыр болған кезде сұйық майдың бәрін құйып, жақсылап тағы да илейміз. Мен негізінде дрожжды ұнды салмай жатып салуым керек еді, бірақ мен ол кезде ұмытып кетіппін. Сондықтан осы видеода көріп тұрғандарыңыздай сұйық маймен араластырып, қамырға құйып, тағы да бір рет жақсылап илеп жібердім. Осындай жүп-жұмсақ қамыр илеп алғаннан кейін бетін салафанмен жауып, жылы жерге көтерілгенше 30-40 минутқа қалдырамыз. Қамыр ашқып көтеріліп дайын болғаннан кейін осы видеода көрсетілгендей етіп төрт бұрышты етіп жайып, кейіннен осы самсаны ораған сияқты осылай орап шығамыз. Осылай орап алған қамырды видеода көрсетілгендей етіп 12-14 кіші бөліктерге бөліп шығамыз. Әрбір бөліктерді осы видеода көрсетілгендей етіп столдың үстінде дөңгелетіп домалақ формасын шығарамыз. Дөңгелетіп алған булочкаларды противеньге орналастырып, бетін салафан пакетпен жақсылап жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Бір сағат өткеннен кейін жұмыртқаның сарыуызына 2 ас қасық сүтті салып жақсылап араластырамыз. Дайын болған сарыуызымызбен булочкалардың бетіне жағып шығамыз.
Сары уызбен жағып шыққан булочкаларды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Мінекей, мақтадай жұмсақ булочкаларымыз пісіп шықты. Өз қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сеуіп әрлесеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.